Ұйқымнан ояндым. Мен кішірейіп кеттім. Айттым ғой әне бірдеңе болып қалды. Тәгенде мына кроваттан қалай түссем болады? Нақ мен вообще кроватқа жаттым. Жерге төсек жайып жатсам қайтеді? Келесте сөйту керек. Не болса да ақырында зорға сол кроваттан түстім. Енді кухняға бару керек. Себебі қарным ашты. 2 күн өтті. Мен есікке жеттім. Бірақ шаршамадым. Натура энергетик мықты екен ғой. Енді есікті ашу керек. Қолым сірә жетпейді. Ештеңе етпес. Осындай жағдайлар үшін менде кішкентай есік бар. Жақсы болды соны істеткеніме. Босқа қоймадым. Сол есікпен бөлмеден шықтым. Бір кезде досымды көріп қалдым. Айқайладым. Досым мені естімеді. Ол мені көріп қалды. Мен қуандым. Ол біртүрлі қарады. Біртүрлі қарады да тәбішкені алып мені ұра бастады. Мен уклон жасадым. Мен тоқта деп айқайладым. Ол қоймады. Мен тағы да тоқта деп айтайын деп жатқанда тәбішкемен бір сала алмай ма? Мен езіліп жаттым. Досым маған безобид деді. Негізі мен ана тараканды ұрайын деп тұрдым деді. Кассо екенсің не болса да. Ол мені көтеріп алды. Кухняның столдың үстіне қойды. Маған тамақ берді. Оппа, мынауың бір айға жететін тамақ қой. Бәрін жеп қоямын дегенше шіріп кетеді. Досым бәрін жеп қойды. Мынауың жындығы в натуре. Ол мені ағып жеді, вилка бар емес пе? Ол менен сен қалай осындай болып қалдың деп сұрады. Мен оған бәрін айттым. Ол бәрін түсінді деп ойлаймын жалпы. Мен тамақ жеп алдым, тойып жаттым. Таракандармен общение ұстадым. Жақыннан қарасам түрлері пипец қорқынышты екен. Жуындығым келіп кетті. Досыма кесеге су құйшы дедім. Құйды. Все, бассейн дайын. Әдемі шомылдым. Кайф болды. Загорать еттім. Бір кезде досым да кішірейіп кетті. Әш, ол қалай? Ол маған энергетик ішкенін айтты. Ол бәрекелді. Біз біттік. Осылай болып кетесің енді видео сұратқан кезде. Тоқта, мошенница. Ту ала бересің. Так, брат. Короче, қара. Мына жерде тұр, мына жерде. Аха. Чолтан қаласың ба? Неге көрмейсің мен мияқтан? Сен маған қарама. Кішкене былай тұр, жоқ былай. Алға бір шақ бияқ осылай. Телефон көріп тұр ма? Иә, сөйлес. Алло, чолтан қақтасыңдар. Мен қазір сендерге қарай барамын, короче. Өздерің естіп жатсыңдар. Бол. Давай. Сен ба? Алло, чолтан брат қақтасыңдар. Мен қазір баратым сендерге қарай. Сен маған қарай келе беріңдер. Жоқ, мен бара берейін сендерге қарай. Давай, брат. Мен сендерге қарай бара беремін ғой, короче. Сендер мені күтсеңдер болды сол жерде. А так нормально бер. Давай. Білмеймін, брат, сендер жақта не отқан, мен жақта білмеймін, мына жерде беспредел отырмын, артында бір қортық бір нәрсе тұр, білмеймін, бояу зайт кім екен, ебай. Білмеймін, бауырым, давай, хабарласамыз ғой, короче. Білмеймін, Сен қалай осындай Камера ортасына көресің. Осы жақта. Сен қалай осындай болып қалдың, міне? Осы жақта боласың. Деп сразу мияқ қарайсың. Сен қалай осындай болып қалдың? Сен қалай осындай болып қалдың, Нұрбат? Жоқ, сразу. Типа, сен қалай осындай болып қалдың? Сен қалай осындай болып қалдың, Нұрбат? Жоқ. Примерно. Сен қалай болып қалдың? Ой, вообще, типа, осындай болып еді, сен бүйтіп кадрда жақындап тұрып. Сен просто мияққа шет кетіп қаласың, мияққа кетіп қаласың. Ты кетіп қалдың ба тағы? Резко. Спи, мама, еще рано. Только ты мне... Расул, что там, не хор, не жалко? Что, тыныш? Все будет жүріп отыр, Аллаға шүкір, бауырым, бизнес, сол бизнесте жүрген все өзіміз. Осылай клип түсіп тосмасаң, Йоу, әнді солайбек, сен бүгін, йоу. Сосын мен негіз сен ұрайын деп тұрып, Тараханды мен деп тұрып. Так, сәтсіз кадрға енді бірдеңе болсын деп түсіріп отырмын. Короче, міне, осылай біз түсіріп отырық, Расул екеуміз. Шөп общение. Расул өзінде канал бар ма? Описание қойып кетейін. Новыйда канал аштым. Ол жақта Литвин сияқты видео ашатын болады, арасында Нұрбатта келетін болады, бірақ жош жеп алады Нұрбат. Бірінші Америка не деп көзін жауып бір жерге апарамыз, короче. Өздеріңіз көретін боласыз. Бұйыртса. А вот это монтаж процесі. Типа, типа лол. Міне, алдыңғы студиядағы түсірген кадрлар, именно звук. То, короче. Қызық, иә? Блогер болған күшті екен ғой, иә? 1 сағат түсірді. Мен сіздер 3-ақ минутын ғана көріп отырсыздар. Ол негізі 1 сағат, 2 сағат түсірілетін видео. Ой, 1 сағаттан гөрі, 2 сағаттан гөрі, 1-2 күн түсірілетін видео ғой, мына бұл. Ақша кетеді, контент ясыз. Сол ғой, неше теңге қыртылды білесің ба, осы неге түсіру үшін бюджет көп надо. Натуре бюджет көп надо.